Құрметті Садыр Нұрғалиевич, Қазақстанға келгеніңіз құтты болсын. Сайландыңыз. Қырғыз халқы сенім көрсетті. Туған қырғыз халқының болашағы үшін еңбегін табысты болсын. Денсаулығы мықты болсын. Екі елдің арасындағы қарым-қатынас жөнінде көп шаруалар істелді. Талай келісімдерге қол қойылды. Стратегическое партнерство деген, союзничество деген. Соның бәрін жандандыру керек. Жаңа Қасым-Жомарт Кемелұлы менен әңгімелерің жақсы өтті. Екі жақтан болашақта қолдан келген бәрін біз істейміз әр уақытта. Елдің іші тыныш болса, барлығы болады. Тек қана табыс, жақсылық тілеймін. Рахмет, ардақты Нұрсұлтан аға. Мен менен көрішіп отырғаныма бүгін қуаныштамын. Сізді мен бардық өлкөлерде, Орта Азия, Азия өлкөлерінде емес, дүйнө жүзінде абыройы бар. Өзіңіздің ордыңыз бар саясатчы, беделі биік саясатчы қатары сыйлаймын. Сіздің емгегіңіз қазақ менен қырғыздың достығында, қарым-қатынашында ушундай ынтымақты бекемдеген, жол салған адамсыз. Мұны қырғыз, қазақ бүкілі жұрт білет, сыйлайды сізді. Дайыма мындай қазақ менен қырғыздың ортасындағы мамлекеттердің биргелешип иштөөсүн, анын ичинде ушу биздеги Кыргызстанга кыйынчылык мезгил түшүп калганда сиздин жардамдарыңыздардын баардыгын кыргыз эли унуткан жок, унутпайт мындан ары. Дайыма ушул биргелешип казак-кыргыз бир тууган болуп мындан ары мамилени чыңдоого биз дайым даярбыз.